Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Тез дайын болатын шайға өте дәмді балғын йогурт қосылған пирог дайындайтын боламыз. Құрамы үйден табылатын қолжетімді заттардан тұрады, сондықтан видеоны соңына дейін көріңіздер. Толық мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын. Ал олай болса, біз пирогымызды жасауға кірісейік. Құрғақ ыдысымыздың ішіне 3 жұмыртқамызды жарып саламыз. Жұмыртқамыз бөлме температурасында болуы қажет. Жұмыртқамызды салып болғаннан кейін миксердің көмегімен жаймендеп араластыра бастаймыз. Жұмыртқамыздың үстіне енді шекерімізді 3 бөліп саламыз. Біздің массамыз 2 есе ұлғайғанға дейін араластырып, ағарғанға дейін араластырып алатын боламыз. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Біздің массамыз 2 есе ұлғайды. Енді осының үстіне йогуртымызды және сұйық майымызды құйып, тағы да араластырып алатын боламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін илектен өткізілген ұнымыздың үстіне қамыр қопсытқышымызды салып араластырып, оны сұйық массамыздың үстіне құятын боламыз. Ұнымызды салған кезімізде біз ыдысымызды айналдыра отырып, массамызды басып алмай, барлық ұнымызды араластырып аламыз. Массамызда ешқандай түйіршік қалмағанына көз жеткіземіз. Біздің массамыз дайын болуға жақын, осындай орташа сұйықтықта болады. Осыны енді қызбай тұрған духовкада салатын боламыз. 18-20 диаметрлік ыдысымызды алып, астын осындай фольганың көмегімен жауамыз. Массамыз ағып кетпес үшін ары қарай массамызды құйып шығамыз. Бір тегістетіп құйып болғаннан кейін духовкамызға 160-150 градуста 30-35 минутқа пісіріп алатын боламыз. Құрметті көрермендер, сіздерге де осы пирогты жасауға кеңес беремін. Өте дәмді, ауызда еритін пирогтардың бірі. Іші ешқандай құрғақ болмай шығады. Егер сізге менің видеом ұнаған болса, маған тіркелуді және лүпіл басуды ұмытпаңыз. Менің арнамда апта сайын жаңа видеолар болады. Сол үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Егер жасап жатсаңыздар, мен өте қуаныштымын. Ас болсын.